Сәлем, менің есімім Гүлсана, эксклюзивті вау эффектісі бар торттардың авторымын. Бүгінгі сабақта мен сіздермен өмірімді толық өзгерткен бағыт, яғни свадебный торттар бойынша сөйлесетін боламын және свадебный сегментке өтіп, табысты 2-3 есе арттырудың нақты 7 қадамын айтам. Мен кондитерлікке 2020 жылы келдім. Барлықтарыңыз сияқты домашний кондитер болып бастадым. 2022 жылы арманымдағы кондитерлік студиямды аштым. Ал 2023 жылдан бастап брендімнің маркетингін қолға алып, торттарды Инстаграм арқылы сата бастадым. Дизайны ерекше болса да, ұсақ торттар болғандықтан жақсы табыс табу үшін айына 20-30 торттан жасайтынмын. Әр тортқа 10-16 сағат уақытым кететін, сонда бар болғаны айына 600-700 мың теңге табыс табатынмын. Шыны керек, шаршайтынмын, ұсақ торттар қызық болмай бастады, шабыттандырмай бастады. Сол кезден бастап мен аз жұмыс жасап, көп табыс табудың жолын іздей бастадым. Мен көп жұмыс жасаймын. Неге табысым аз? Қандай выгодный жолы бар деген сұрақтар ылғи басымда жүретін, және сол сұрақ мені свадебный сегментке алып келді. Сөйтіп 2024 жылы қорқынышым мен сенімсіздігімді жеңіп, еш дайындықсыз свадебный торттарды жасап бастап кеттім. Сол жылы июньнен ноябрь айына дейін 6 айдың ішінде тек қана свадебный торттардан 5 миллионға жуық табыс тапқан екенмін. Барлығы сол сезонда 24 той тортын жасағанмын. Сонда орташа есеппен алғанда айына 4 торт жасап 830 мың теңге табыс тауыппын. Бұл әрине маған ұнады, өйткені айына 25-30 торт жасап, шаршап, шалдығып 600-700 мың тапқаннан 4 той тортын жасап 830 мың теңге тапқан өте тиімді еді. 2025 жылғы свадебный сезонның есебін әлі толық жасаған жоқпын, себебі қараша айында да бізде свадебный торттар бар жасайтын. Дегенмен аптасына 2, максимум 4 свадебный торт жасап, 750 мың, 1 миллионнан аса чек жасап жүрмін. Шыны керек, осы бағытқа өткеннен кейін табысым 2-3 есе өсті. Айына ұсақ торт жасап 600-700 мың теңге табатынмын бұрын. Қазіргі табысым 1,5 миллион мен 2 миллионның арасында. Причем 25-30 торт жасап шаршамай айына 6-8 торт жасаймын. Бірақ торттың бағасы мен таза пайдасы жоғары. Осыдан кейін аз жұмыс жасап, көп табыс табудың не екенін түсіндім және басқа да кондитерлердің оны білгенін қалаймын. Свадебный торттар жасап бастағалы брендімнің стилі қалыптасты, яғни эксклюзивный торттар жасап бастадым қаламызда. Және клиенттердің өзі де осы тортты сізден басқа ешкім жасай алмайды деп келе бастады. Танымалдылығым артты. Ақтөбе қаласында болсам да басқа қалалардан свадебный торттарға тапсырыс түсе бастады. 2 жылдан бері шетелге шығам. Хотелкаларымды орындай бастадым. Түсімді емдеттім, гаджеттерді наличкаға алам, профессиональный стилистпен жұмыс жасап, гардеробымды толық ауыстырдым. Енді айта берсем өте көп. Сонымен мен неге свадебный торттарға өттім деген сұраққа қысқаша жауап беріп кетейін. Свадебный торттардың маржасы жоғары. Яғни 4 кішкентай торт жасағаннан 1 той тортын жасаған тиімді. Аз жұмыс жасап, көп табыс табам. Ерекше дизайндағы торттар шабыттандырады. Кішкентай торттарға қарағанда үлкен торттар көзге көрнекті, яғни еңбегін көрініп тұрады, жасаған. Және осы свадебный торттар жасау арқылы кәсіби өстім, жаңа деңгейге көтерілдім. Профессиональный подход болды. То есть мені адамдар тани бастады, признание ала бастадым, мойындай бастады. Осының барлығы свадебный торттардың маған тигізген пайдасы деп айтар едім. Қазір мен өз тәжірибемен бөлісіп, басқа кондитерлердің де свадебный сегментті меңгеруіне көмектесемін. Шәкірттерім бір свадебный торттан 120 мың мен 300 мыңға дейін табыс табады. Өзінің қаласында свадебный кондитер, премиум кондитер ретінде танылып жатыр. Тіпті өмірінде торт жасап көрмеген, тек десерт жасап сатып жүрген қарағандылық шәкіртім қазір менің обучениемнен кейін свадебный торттар жасап, тек қана свадебный тортпен 800 мың теңгедей табыс тауып отыр айына. Олардың барлығын біріктіретін системно жасалған қадамдар, және осы сабақтан кейін сізде свадебный сегментке сенімді өте аласыз, және мен де жасай алам деген сеніммен шығасыз. Ал енді уәде еткенімдей свадебный сегментке өтіп табысты 2-3 есе арттырудың нақты 7 қадамын талқылайық. Свадебный сегментке өту үшін не істеу керек? Бірінші қадам ярусный сложный торттарды және трендовый декорларды жасай білу керек. Яғни осы салада, осы бағытта білім алу керек.
білім алып, практиковать етіп, қолыңызды жаттықтырғаннан кейін кез келген дизайндағы тортты жасай алатын сенімділік пайда болады сізде. Екінші қадам, Pinterest деген приложениені барлығыңыз білуіңіз керек. Сол приложениеден той торттарын примерно жасай аламау деген фотосын өзіңізге сақтап, каталог жасап қойыңыз. Ол торттардың примерно бағасын, салмағын есептеп қойсаңыз, клиент жазған кезде күттірмей жауап беруге көмектеседі. Үшінші қадам, фальш торттар жасап, Инстаграмға бірнеше дизайндағы той торттарын фотосын, видеосын салып, контент жасаңыз. Яғни өзіңіздің свадебный кондитер екеніңізді білдіріңіз. Төртінші қадам, осы фальш торттармен жасалған фото, видеоны қолданып реклама жасаңыз. Таргет блогерлермен коллаборация жасауға болады. Бесінші қадам, тұрғылықты жеріңіздегі свадебный организатормен, ресторандармен жұмыс жасауға болады. Яғни өзіңіз тиімді ұсыныс жасаңыз, алдын ала дайындап қойған каталогыңызды беріңіз. Олар сізге клиент жіберіп, өзінің үлесін алады. Яғни сізде ұтылмайсыз, олар да ұтылмайды. Алтыншы қадам, сатуды үйреніңіз. Яғни сіз ерекше эксклюзивті торттарды жасағанмен оны сатуды білмесеңіз, табысыңыз өспейді. Жасап жатқан тортыңызды кімге қалай сату керегін білу маңызды. Егер оны білмесеңіз, конкурентіңізге жем боласыз. Ал енді соңғы жетінші қадам, ол тортты жеткізу, дұрыс транспортировка жасап үйреніңіз. Тортқа тапсырыс алғаннан бастап торттың жасалуы, ресторанға жеткізілуі және клиентке тапсырылғанға шейін барлық процеске кондитер ретінде сіз жауаптысыз. Сол себептен осы процестің барлығын түйіні ол транспортировка. Тортыңыз трещина болмай, сынбай, идеально ресторанға дейін жетсе, ол сіздің нағыз профессионалдығыңыз. Міне, бұл менің нақты тәжірибемнен өткен 7 қадам. Егер сізде свадебный сегментке сенімді кіргіңіз келсе, Алматы мен Астана қалаларында өтетін 2 күндік свадебный кондитер живой мастер-классыма келіңіз. Ол мастер-класста 4 түрлі эксклюзивный торттардың бастан аяқ жасалу жолымен қоса, жоғарыда айтылған 7 қадамды да толық меңгеріп кетесіз. Мастер-классқа тек іріктеуден өткендер ғана қатыса алады. Сол себептен осы видеоның астындағы описаниеда көрсетілген ссылкамен өтіп, іріктеу анкетасын толтырыңыз. Іріктеуден өтсеңіз, өзім хабарласам. Ссылканы басып тіркеліңіз, менімен свадебный сегментке сенімді өтіңіз.